Бәріне сәлем достар. Бүгін біз шайды тым көп ішу ненің белгісі туралы айтатын боламыз. Шайды артығымен ішкендердің қандай ауруға шалдығатынын білгіңіз келе ме? Ендеше кеттік. Шай ол әлем халқының ең сүйікті сусыны. Тіпті бас ауруларын шай ішумен емдейтіндер де бар. Осы орайда шайдың орны қашанда бөлек деп қарайтындар үшін азды кем мәлімет беріп кетейін. Сізді сүйіп ішетін сусыныңыз туралы дәрігер мамандары оң пікір айтпайды. Десе де, мөлшермен ішудің зияндылығы жоқты да ескертеді. Шай шөлді басады, ағзаны қуаттандырады, холестерин деңгейін реттейді, әрі жүрек қан тамыр жолдарының ауруын емдейді. Алайда шайды тым көп ішу бір емес бірнеше аурудың белгісі екенін ескертеді. Шайды артығымен ішкендердің қандай ауруына шалдығып кететіні әр адамға ой мазалап келеді. Бірінші, қан аздық. Бұл бірінші белгісі. Шайды көп ішу ағзадағы темірдің жуылып кетуіне септігін тигізеді екен. Шайды танниге өте бай. Бұл заттар белгілі бір тағамдардағы темірді аз қорыту жолдарына сіңіре алмайтын етеді. Салдарынан темір жеткіліксіздігі пайда болады. Адам қаназдыққа шалдығады. Қаны азайғандардың басы ауырады, көзі қауартып, басы айналады. Сонымен бірге шашы түседі, тырнағы сынғыш болып келеді. Терінің түсі нашарлап, саулығынан айырылатын болады. Бұл жайсыздықтан арылғыңыз келсе, шайды шектеп ішуді әдетке айналдырыңыз. Сондай-ақ тамақпен бірге шай ішуден сақтаныңыз. Екінші, стресс. Бұл екінші белгісі. Шайдың жапырағында да кофеин бар. Ол адамның мазасыздыққа, стресске жалдауына алып келеді. Еш себепсіз үнемі қобалжу, ауыржу, алаңдау секілді жайсыздықтан арылғыңыз келсе, шайдың мөлшерін азайтыңыз. Қара шайдың орнына түймедақ жалбызын емдеп ішкеніңіз әлдеқайда пайдалырақ болмақ. Үшінші, ұйқысыздық белгісі. Сіз тәтті ұйқысыздан айырылатын шайдың құрамындағы кофеин болып табылады. Шай басыңыздың ауырғанын қойдырғанмен ішіңіздегі алай-дүлейді басқара алмайды. Жаныңызға тыныштық сыйламайды. Егер шайды жатып жақсы түстер көргіңіз келсе, жатар алдында шай ішпеуге тырысыңыз. Орнына сүт немесе айран ішуге болатынын ескерте кетейік. Төртінші, жүрек айнуы. Әсіресе қою демдеген шайдың келетін қаупі басым. Ал аш қарындағы ыстық шай ішіңіз. Саулығыңызға айтарлықтай зиян келтіретініңізді білдіре жүріңіз. Бұл кезде ішіңіз асқазаныңызды ауырып, жүрегіңіз айниды. Бұл жайсыздыққа шайдың құрамындағы таннин себепші болады. Бесінші, қыжыл. Оның пайда болуына кофеин себеп болады. Қыжылды емдеу үшін дәрі ішпеңіз. Керісінше шайдың мөлшерін азайтыңыз. 2 күннен соң-ақ оның нәтижесіне көз жеткізесіз. Алтыншы, бас ауруы. Ғалымдар айтуынша қарағанда 100 мг кофеин бастың ауруына себеп болады екен. Егер сіз басыңыздың ауырғанына шай ішіп емдеп алып жүрген болсаңыз, бүгіннен бастап керісінше әрекетке барыңыз. Яғни бас ауруына шай ішпей емдеңіз. Алғашында қиындық туғызады, алайда оң нәтижесін беретініне күмәніміз болмасын. Жетінші, бас айналуы. Бастың айналуына кофеин көп қабылдау әсер етеді. Бұл көбінесе күніне 6-7 шыны шай ішкен кезде көрініс береді. Таңның шай ішумен аттырып, күннің шай ішумен баттыратындар үшін бұл кеңестер қажетсіз болар. Десе де уақыт өте шай мөлшерін реттегеніңіз абзал. Саулығыңызды сақтағыңыз келсе, ең тиімді тәсілді ұсынамыз. Ол үшін әр күн сайын 1 шыны шайды кемітіп отырыңыз. Айтарлық, бүгін 5 шыны шай ішсеңіз, ертең 4 шыны шайды қанағат етіңіз. Сонда ағзаңызда өзіңізде бір қалыпта үйретесіз. Мысалы, кей адамдар үшін шай ішпеген жақсы, немесе күнделікті пайдаланатын сусындар тізімнен алып тастаған абзал. Жүкті әйелдер үшін шайды өте аз мөлшерде, мүмкін болса тіпті ішпеген дұрыс. Шайдың құрамындағы кофеин іштегі ұрық дамуына кері әсер етеді. Жапон зерттеушілерінің дерегі бойынша 5 шыны аяқ қою шайдың құрамындағы кофеин мөлшері іштегі баланың салмағын жетпей туылуына себеп болады екен. Ендеше қою шайды қай кезде ішуге болмайды, соған тоқталайық. Аш қарынға шай ішпеңіз. Ас қорыту жолындағы ішкі мүшелер шайдың кесірінен зақымдалуы мүмкін. Шайды өте ыстық кезінде ішуге болмайды. Ыстық шай ауызбен
жұтқыншақты ары қарай ас қорыту жолдарын күйдіреді. Шайды суытып қалған кезде ішуге болмайды. Ондай шайдың кесірінен қақырық тұрып қалуы мүмкін. Шайды тым ащы қылып ішпеңіз. Ол денсаулыққа зиян. Егер түн уақыты болса, ұйқыңыз келмей басыңыз ауыртуы мүмкін. Дәрі-дәрмек қабылдаған кезде шай ішуге ұмтылмаңыз. Себебі шай құрамындағы заттар ыдырағанда пайда болатын танниннің әсерінен дәрі сіңімділігі төмендейді. Ол дәрінің күшін жояды. Тұрып қалған шайды ішуге болмайды. Негізінде шайлар демдегеннен 20-30 минуттан кейін өзінің құрамындағы заттармен қышқылдану процесін бастайды. Хош иісті заттармен пайдалы деген құрамдас бөліктерді жарамсыз болып қалатын болады. Қайта-қайта демдеген шайдың пайдасы жоқ. Керісінше, зияны көп. Алғашқы рет демдеген шайдың пайдасы заттарының жартысында жуын алсаңыз, екінші рет демдеген 30%, үшінші рет демдегенде 20%, ал төртінші рет демдегенде 10% ғана ала алатын боласыз. Көп мөлшерде ішуге болмайды. Әсіресе қара шайды көп ішу ағзаға зиян. Сондықтан күнделікті қалыпты мөлшерде сақтаған жөн. Қалыпты мөлшер ащы емес шайдың 4-5 шын аяғы болуы керек. Тамақтан соң бірден шай ішпеген жөн. Ішкіңіз келсе жарты сағат күтіңіз. Өйткені шай құрамында тонин, протеин, темір қатқылдануы тағам сіңділігін төмендетуге әсер етеді. Көк шай ішкеніңіз дұрыс. Өйткені ол суық мезгілде денені жақсы жылытып, ыстықта шөлді қандыратын болады. Көк шай Қытай, Жапония, Үндістан мен Ява араларында өндіріс қажеттіліктері үшін өсірілетін мәңгі жасыл ағаш бұталарының кептірілген жапырақтары. Ал жас жапырақтар сопақша тәрізді формада болады. Бір қызығы, көк және қара шайдың алу үшін бірдей шикізат қолданылады, бірақ ол өндіру технологиясында айырмашылық бар. Кептірілген қара жапырақтар жақсы ферменттермен кейін алынады. Көк шайды өндіру нәзік технологияларға қолданылумен ерекшеленеді. Көк шайдың құрамындағы кальций, темір, мырыш, фосфор, йод, мыс секілді пайдалы микроэлементтер процестері оң әсер етеді. Шайды жапырақтары зат алмастыру процестерін жақсартатын А, С, Е, К тағы да басқа да дәрумендерге бай. Көк шайдың пайдасы құрамында көптеген әйелдерге көк шай ұзақ өмір сүру сусыны деп есептеледі. Көк шайдың әйелдерге пайдасы көк шайдың немесе мұздатылған жасыл шай сіріндісі негізінде жасалған маскалар бет жақсы сергітіп, оның серпімділігін арттырады және бет пішінін тартып тегістейді. Зат алмасу процестерін ынталандыру және де ағзаны тазарту құралдары ретінде ас қорыту жолының қызметін жақсартып, салмақ тастауға ықпал етеді. Достар, менің каналым осы. Маған лайк басып, мені қолдап отырыңыздар.